Қазіргі уақыттарда жастарымыздың шет елге діни оқу мақсатында шығуға деген әуестігі бар екендігі белгілі. Әрине бірінші кезекте шет елде әртүрлі жат діни ағымдардың күмәнді діни оқу орындары да бар екендігін ескеруіміз қажет. Сондықтан бірінші кезекте елімізде бастауыш діни білімді алғандығы абзал болып табылады. Мысалы, Нұр Мүбарак университеті, Әл-Фарабиде болсын, Евразия ұлттық университетінде болсын, ислам тану мамандықтары, дін тану мамандықтары, теология мамандықтары оқытылады. Сондай базалық бастапқы білім қалыптасқаннан кейін шет елге діни білім алуға шығуға рұқсат етіледі. Ал енді шет елде қандай рұқсат етілген діни оқу орындары бар дейтін болсақ, ол бірінші кезекте Мысыр елінде Али-Асқар университеті, Түркияда Истанбул университеті, Мармара университеті, Селжуқ университеті және де Хасеки академиясы бар. Бұдан бөлек Ресейде Мәскеуде Ислам университеті және де Казанда да Ислам университеті бар. Міне сол шетелдік оқу орындарға түсуіне болады.